Сәлем достар, мен Бостонда болашақ бағдарламасымен білім алып жүрген аллерголог-иммунолог дәрігермін. Америкаға келгелі американдықтардың мына 5 қасиетті байқадым. Ең бірінші, жолы жүзбен ашық қарым-қатынас. Көшеде, дүкенде, тіпті лифтіде бәрі күлімдеп амандасады. Hi, how are you? Жай сөз емес, бұл қарым-қатынас мәдениеті. Спорт өмір салты. Мұнда жаяу жүру, жүгіру, велосипед тебу, бәрінің күнделікті әдеті. Жаттығу үшін зал керек емес. Балаларға ерекше мейірім. Бейтаныс адамдарда балаларға күлімсіреп, мақтап, тіпті шағын сыйлықтар беріп қуантады. Бұл кішкентай жүрекке үлкен қуаныш. Қоршаған ортаға ұқыптылық бәрінен сезіледі. Америкада адамдар қоқысты сұрыптап тастайды, қоғамдық орынды бүлдірмейді, тазалықты сақтайды. Ит пен мысыққа мейіріммен қарайды. Бұл бақылаудан емес, тәрбиеден туған мәдениет. Және ең соңғы қасиет, кітап оқуға баулу балалықтан басталады. Мұнда бала кезден кітапханамен дос. Көшеде, автобус ішінде, саябақта кітап оқып отырған адамды жиі көресің. Бұл оқу тек білім үшін емес, өмір салты екенін дәлелдейді. Бұл қасиеттерді күнде көрген сайын, мықты қоғам кішігірім әрекеттерден басталатынына көзім жеткендей. Америка туралы қызық болса, жазылып қой. Алда бөлісетін әлі талай дүние бар.